Ежелгі адамдар үңгірлерде өмір сүрді. Олар табиғатқа толық тәуелді болды. Үңгір оларды жел мен жаңбырдан қорғады. Іші қараңғы әрі суық болды. Бұл олардың алғашқы баспанасы еді. Ежелгі адамдар жиі тоңатын. Олар жануарлардың терісін жамылды. Киімдері қарапайым болды. Суық өмірді қиындатты. Бірақ олар шыдамды болды. Адамдар аң аулаумен айналысты. Олар найза сияқты құралдарды қолданды. Аң аулау өте қауіпті болды. Бұл олардың негізгі тамағы еді. Бірге әрекет ету маңызды болды. Адамдар жеміс-жидек терді. Олар өсімдіктерді жақсы білді. Тамақты табиғаттан тапты. Бұл өмір сүрудің бір жолы болды. Олар табиғатты бақылап үйренді. Bir күні адамдар отты тапты. Бұл үлкен жаңалық болды. От жарықпен жылу берді. Адамдар қатты қуанды. Өмір өзгере бастады. Адамдар оттың жанында отырды. Олар жылынды. Қараңғылық азайды. От қауіпсіздік берді. Бұл үлкен көмек болды. Адамдар тамақты пісіре бастады. Етті отқа қақты. Піскен тамақ дәмді болды. Оны жеу жеңіл болды. Денсаулықтары жақсарды. Адамдар тас құралдар жасады. Олар еңбек етті. Құралдар жұмысын жеңілдетті. Аң аулау оңайырақ болды. Бұл үлкен даму еді. Адамдар үңгірге сурет салды. Олар аңдарды бейнеледі. Бұл алғашқы өнер болды. Суреттер арқылы ойларын жеткізді. Бұл мәдениеттің бастамасы еді. Адамдар топ болып өмір сүрді. Бір-біріне көмектесті. Бірге аң аулады. Қауіптен бірге қорғанды. Бұл өмірді жеңілдетті. Адамдар баспана сала бастады. Олар бұтақтар мен ағаштарды қолданды. Бұл үңгірден жақсы болды. Үйлер ыңғайлы болды. Өмір біртіндеп жақсарды. Адамдар егін еге бастады. Олар жер өңдеді. Өсімдіктер өсірді. Тамақ тұрақты болды. Бұл үлкен өзгеріс әкелді. Адамдар жануарларды қолға үйретті. Қой мен ешкі өсірді. Олардан пайда көрді. Ет, сүт алды. Бұл өмірді жеңілдетті. Адамдар қыш ыдыс жасады. Олар тамақ сақтады. Ыдыстар пайдалы болды. Тұрмыс жақсарды. Бұл да маңызды жаңалық еді. Адамдар киім тігуді үйренді. Теріден киім жасады. Киім жылы болды. Олар суықтан қорғанды. Өмір ыңғайлы болды. Адамдар бір жерде тұрақтады. Ауылдар пайда болды. Олар бірге өмір сүрді. Қауіп азайды. Бұл жаңа кезең болды. Адамдар еңбекті бөлісті. Бірі аңшы болды. Бірі егінші болды. Әркім өз ісін атқарды. Бұл тиімді болды. Адамдар табиғатпен үйлесімде өмір сүрді. Олар табиғатты қорғады. Оны түсінді. Табиғат оларға көмектесті. Бұл маңызды болды. Ежелгі өмір өте қиын болды. Кейін өмір жеңілдей түсті. Адамдар көп нәрсе үйренді. Жаңа құралдар пайда болды. Өмір өзгерді. Адамдардың өмірі уақыт өте дамыды. Олар көп жаңалық ашты. Өмірлері жеңілдеді. Білімдері артты. Біз соның жалғасы болып табыламыз.